Сәлем, ребята! Бүгін менің влог. Бүгін мен 200 миллион теңгелік менің виллама обзор жасаймыз. В общем, қалай алдым, не істедім, қалай басталды, я? Ол виллаға қаладан қанша минуттық жол, оған ремонтына қанша теңге кетеді, оның жаңағыдай танхаустармен айырмашылығы қандай. Осының бәрін айтатын бір күшті влог түсіреміз деп шештік. Қызық болады, в общем, бәрін айтам. Алдында инстаграмға сағамыз, не успели, там инстаграмда көрсете алмадық ештеңе. Ал менің айтқым келетіні, көрсеткім келетін нәрсе көп. Вот сондықтан да осыны көрсететін боламын. Кеттік бізбен бірге, будет интересно. Ребята, қарасаңдаршы, біз дәл қазір Достық плазадамыз, прям центрдеміз ғой енді. Вот сағат қараңдар, 11:17 и біздің жалпы виллаға дейін центрден қанша уақыт алады, қанша минутта барады екенбіз, көреміз. Бізге сатылған кезде, айтқан кезде, бізге айтқан еді 20 минут деп. 20 минут от центра без учетом пробок, бірақ. Без учетом пробок. И вот көреміз енді. Негізінде ал пробкамен енді Алматыда любой жер андай ғой. Любой жерге бір сағатта жетесің. Сол үшін без пробок 20 минут болса идеально ғой негізі, я думаю, ше. Ребята, виллаға қарай Тұзды Бастауға жүреміз біз, ше. Тұзды Бастау, Талғарский трасса жаққа қарай ғой, короче. И біреулер жаңағыдай алыс болуы мүмкін, тағы да басқа деп ойлауы мүмкін, бірақ мен үшін идеально, ше, почему-то мен өзін үй алған үшін емес. Вилла деген өзі сондай бір ондай алыс тұру керек сияқты қаладан, суетадан ше. И так Алматыда суета, айқай шу, сигнал, әйтеуір машиналар көп қояды ше. А вилла ол өзі сам по себе чуть қаланың сыртында орналасу керек сияқты. При этом қалаға жақын болса, при этом чуть қаланың сыртында болса, сен барып тыныштықта өмір сүретін болсаң да, ойлаш, виллаңа бардың и тып-тыныш. Машина бұң деп атқан жоқ. Там сен бардың, дем алдың, спокойно, семьяңмен, отбасыңмен. И қалаға қайттан жұмысқа келу саған жарты сағатта мысалы. Мен, в общем, Алматыға келгеннен кейін біраз үй қарадым ғой негіз. Келіп біраз, мен 40 танхаустар көрдім ғой. Б-групптың танхаустарын, на бетте. В общем, бәрін қарадым. Бірақ ондай таппадым, мынау идеальный дегенше өзіме ұнаған. Танхаустар жақсы негізі, ұнады маған, танхаустар тоже болады. Бірақ андай 150-200 квадратта көп, 200 квадрат примерно. И кішкентай жерде орналасады танхаус деген. Танхаус анау байқасаңдар өзі андай болады, бір-біріне жақын орналасады. Көрдім, ұнамады ғой маған, көбісі. И квадрат тұрысы жетпейді. 200 квадрат метр сыймаймыз біз. И осы виллаға кеп тоқталдым ғой. На вилла көрдім, суреттерін, сразу ауырдым ғой. Банан алу керек, короче. И ақшам жоқ, прикиньте, алған кезімді айтып берейін, ақша жоқ алатын кезімде. Өзім Алматыға келгем, получаться етпей көп нәрсе. Чуть қиналып атқан кезім, күшті емес, короче, состояние, жағдай в целом. Ақша жоқ, бірақ вилланы алғым кеп тұр, вилла алуға келгем, вилла армандағам, қырғын нәрсе жазғам, оны елестеткем, в голове тек қана вилла болып елестетілген да, бассейн менше. И Құдай бұйыртып, сол Құдайдың несі ғой енді, бағанағы жазудың әсері деп айтамыз ғой негізі ше, жазудың, ойлаудың басындағы картинаның ше. Тура сол мен картина, басымда көргендей картина ғой, тура ақ үй. Екінші этаждан реально лестницамен түсесің да, бассейнге түсесің, ол терезе тұрады деп ойлайтын тұғым, ескіше андай, стеклянный кәс көрсетем сендерге. Сондай стеклянный, прям бәрі кеп тұр ғой тура. И менің там бөлмемнен, спальныйымнан сразу далаға, там балконға шығуға болады, и не көрінеді андай, тау көрінеді. Үлкен террасасы бар кәдімгідей. В общем, қалай елестеткем, тура сондай ғой. Вот алдымнан шығады, бағасын сұрайым, естейм, ақшам жоқ. Бірақ менің армандағандай, менің басымдағыдай, мен жазғандай болып тұр. Сөйтем да не істейм? Тұрып тұрам да, короче. Көмекшімен Нұржігітке ғой. Нұржігіт, мен машинаны срочно сатшы дейм ғой. Мен 75-ім бар еді. Сол 75-імді сат дейм. Срочно ақ болғанда қаншалық срочно дейді? 1 сағатта сатасышнеға заклад тастап кетем мен дейм ғой. Сөйтем да, короче, заклад тұрады да, нені Нұржігіт неге салады, колесаға
И арзан бағада 14 миллионға салады. Ойлашы, әйтпесе, бір жерінде царапина жоқ, полный бронепленкада тұрған, аппақ 75 мың жүрген, нифиговый машина еді, көрші 75 меніңші. Вот алдында соны бағанадай істей салдым, 14 миллионға. Бір сағаттың ішінде алып кетті. Бір сағаттың ішінде сразу ақшамызды әкеп берді. Сол ақшаны алдық та бере салдым ғой, заклад. И болды, пошло, поехало ғой. Дальше уже маған онандай бөліп берді, бір жылға төлеугеші. Бір жылға бөліп берді, осылай төлейсің деп. Сонымен кетті ғой, жұмыс істелінді. Негіз 6 айға бөліп берген басында, кейін тағы 6 ай создырдым ғой. И солай общем наличка алдым, короче, ешқандай кредитсіз, рассрочка емес, анау емес, мынау емес. Вот. Міне уақыт, кстати, 11:40. Сонда 23 минут болды ғой, 22-23 минут. И біз вилладамыз, центрден. Міне біздің ықтан бәрі виллалар, бәрі көшелерін бәрі строить етіп отыр, короче. Мына жерде, кстати, танымал адамдар өмір сүреді, негізі бір 4 танымал адамдар бар. Маған попросить етті, бірақ айтпай-ақ қой деп, из-за этого мен ол туралы айта алмаймын. Но в целом сондай бар. Ребята, Амир, біз қазір ремонтты полный, осы жігіттерге тапсырып жатырмыз, полный под ключ. Барлығын іштегілерін бәрін құдай қаласа осы жігіттер жасайтын болады. Қазір шақырып алдым, қазір біз көрсетеміз. Чо, как, не болады ішін бәрін көрсетеміз, кеттік кірсіңдер. Вот, на жерден кіреміз. И сразу на жерде бізде гостевой гардероб. Гостевой гардеробный болады бұл жерде. Бізде, короче, дизайнер дайындап жатыр дизайнын. Әлі толыққанды шыққан жоқ, тек қана бөлмелерді бөліп қойдық. И на жерде уже уборный. Дәретхана. Уже уборный бар ма? Уже типа? Окей. И на жерде холл. Полный. Ұзын, наверное, бәрі холл. Дұрыс қой, на жерде бізде... Енді ол секрет болсын ба, өте эксклюзивный нәрсе болайын деп тұр. Білмеймін, Амирдің айтуынша бұндай Қазақстанда жоқ дейді. Мен көрмегенмін. Көрмегенсің, мен де көрмегем. В общем, ребят, на жерде бізде үлкен телек болады енді, құдай қаласа, жоспар бойынша. И ол телек айналады, короче. Ну, типа, ар жаққа да қарайды, бер жаққа да қарайды. Стена айналады ғой. Стена айналады. Сондай бірден кейін, короче, ертең дизайнда бар, суреттерінде бір бәле бар. И ол жасау оңай емес деп отырсыңдар ғой. Оңай емес, өйткені чертеж жоқ, доступта жоқ, оны нөлден бәріміз құрастырып, қандай не қоямыз, механизм, фурнитурасын өзіміз ойлап тауып жатырмыз ғой, нөлден шығарып. Примерно соның өзінің расходы қанша әшейін, сол бір телек бір нәрсе қойғанымыз. 1 миллион кетіп қалады. Миллионның жобасы. Енді ол жаңағыдай телектің өзінің бағасынан бәрінен бөлек, просто сол нәрсе айналу үшін, Типа, ойландыршы да, телек осылай тұрады да, ол былай айналады, и ар жақта, короче, кресло, на жерлерде біз там отырып, там кино көре алатын зона болады ғой. Ал ар жаққа айналған кезде, уже неяқта көбірек адам сиятын болады да, что біз там, білмеймін, там, балдармен там футбол көреміз, не знаю, в общем, неяққа адам көп сият, и біз көп адам бұл телек тоже қарай аламыз. Осындай бір идея ғой. Осындай, бірінші этаж, негізі вилла, қанша квадрат метр на жер? Мына жер бірінші этаж 160, в общем айтқанда екі этажын 276 квадрат, наны қоспаған кезде. Наны қосқанда қанша болып шықты бізде? 312 ма сондай. 300 чем-то сондай квадрат метр. Вот, ребята, и идем на жерде, мамашка мен папашканың бөлмесі. Мамашка мен папашканың бөлмесі, кең, осындай үлкен, и өздерінің отдельный душевойы, и гардеробы. Гардеробы да үлкен, кәдімгідей. Гардеробы да үлкен, несі де үлкен. Мына жерде бір терезесі болады, далаға шыға алатын. Ешті өш жерден қаласа. А так в целом, терезелер, жақсы терезелер дедіңдер, кстати. Дикёник немецкий. Немецкий, который. Бізге де сондай қою керек бола ма, ар жаққа енді? Вот. И, ребята, біздің енді әке-шешеміз болғаннан кейін әке-шешемізге бірінші этаждан бағанағыдай осылай істеп қойдық та, удобно болу үшін ар-бер. Бұл жер бізде котельный ғой.
Котельная. Отдельный у меня котелым болады, косвенник болады. Ну, в общем, сантехникаға полный жауапты, отопленияға, суға осы жерде болады. Резервный үлкен су тұрады сізде. Су бітіп қалған жағдайда сізде всегда резервте 1 тонна суыңыз болады. Одан да көп болуы мүмкін, как көреміз, қалай сыйғанына қарай. В общем, мына жер жаңағыдай не дейтін еді бұл жерді. Котельная, техзона болады. Техзона ғой, короче. Вот. Бізге қазір не керек болып отыр қазір? Дәл қазір электрика керек болып отыр. Электрика. Ребята, екінші этажға көтеріліп отырмыз, мынандай болады лестница. Құдай қаласа, лестницаның бәрі андай отсвечивать етілетін лестницалар қоямыз енді, как обычно, елдің бәрі қойып жатқандағыдай. И мынаның астында ойнатып жергімізге отыр, Құдай қаласа, даже соның астында андай бір заттар қоятын, бір нәрсе придумать етеміз. Біз кіреміз, екінші этажға көтерілеміз. И сразу мына жерде душевой, ванна, бұл енді екінші этаждың туалеті. Туалеті, уборные, бәрі осы жерде. Екінші этаждағы адамдарға арналған. Ана жерде мен сестренкам бөлмесі. Қараңдар, қанша квадрат метр мынау? Бұл 30 квадраттай бар. 25 квадрат. 25 квадрат метр. Однокомнатный үй ғой былай келгенде негізі. Кәдімгі бәрін сидыржайды, кіреді домдарда ше. Кіресің и мынандай не, кровать, кухнясын бетіп қойып қояды, сразу. Бір бөлмеде сондай бөлме ғой, бірақ бұл бөлмеде мен қарындасым ғана жатады, и былай қарай папам жатады, үлкен, и мына жерде қарандар мен. Сразу неге шығып кете алады, конечно, кішкентай терезе екен. Өзгертеміз деп шешіп едік. Бұны өзгертіп, есік ретінде қыламыз деп. Кстати. Бұл үйлерде, осындай проблема болған, шешке бұл жасап қойыпты. Бұны өзгертіп, үлкен есік қыламыз бір, отдельный выход. Вот, отдельный выход істейміз террасаға. И қараңдаршы, видті көріне ма камерада? Тауға. Ұйқыдан тұрдым, тауға видпен, я думаю, идеально деп. Мен сестренкам осы жерде. Бұл детский ғой примерно. Бұл детский бөлме. Жаңағы серуен бар, бала бар. Вот, қыз бар, соларға арналған. Вот, солардың бөлмесінен өтейін деп тұр, енді тоже террасаға. И сайдың бөлмесінен. Мына бөлмеден өтетін сияқтымыз, бірақ көбірек. Осы бөлмеден. Мына жерді ойнатамыз, тоже күшті қылып істеп қоямыз. Мынаның өзі нормально, үлкен, по идее. Кең. Окей. Одан кейін кеттік, енді самое интересное біздің бөлме. Бұл енді действительно, прям квартира. Шықпай осында отыра беруге болады негізі. Шықпай осында тұруға болатын көп істеп қойдық қой, короче, істеп жатырмыз мен бөлмемді. Кең үлкен бөлме, мына жерде уже біздің кроваттар, тағы басқа нәрселер болады. Тоже вид, үлкен терезе, анеха, неге қарап тұр. Мына жерден тоже шығуға болады, мына жерде панда не дейтін еді, не болады ғой, балкон. Не қойылады, андай? Перила қойылады, короче. И онымен периламен бұлай ағырақтың бәріне жүре бересің, в общем. И наяқта террасадан бөлек көреміз. Кеттік, мына бөлменің тағы бір күшті жерлері. Бірінші, ол мынау бөлме. Бұл санузел, ребят. Бұл жерді сендерге көрсетамай тұрмыз да, дизайнмен көрсетсек, дизайнмен. Вообще, ертең, может, кейін дизайн шыққан кезде, тағы, может, көрсетеміз. Мына жерде андай болады, не болады, Мына жерде ма? Мына жерде андай не болады. И мына жерде, ванна болмай ма? Ванна маяқта бола ма? Терезеге қарап тұрады. Былайынан тұра ма? Былайынан тұра ма? Ванна тұрады, не тұрады, в общем, бәрі бір... Жағында душым болады. Жарты бөлме стекломен бөлінеді. И мына жерде қараңғы, маяқта уже бізде, ребята, маяқта адамдар қазір ұйықтап жатыр. В целом, бұл жерде бізде не болады? Гардероб. Гардеробтың өзінде деу гардероб ше. Ё-моё, нарезін сият бәрі. Кәдімгідей үлкен прям ше. Маяқтың да үлкен гардероб. И бағанағыдай ғой, гардеробтан біз ары қарай шығып кетеміз ғой. Гардеробтан есік істейміз. Скрытый, құдай қаласа. И сөйтіп соқтан менің бөлмеме шығып кететін боламыз. Ол бөлме квадрат метр қанша болады? 25 квадрат болады. Сондай болады. 25 квадрат метр кәдімгідей бір бөлме болады, который
Офис қой, иә, офис қой. Сол жерде ешкім кірмейді, менің бөлмеме ешкім кірмейді, во-первых, менің бөлмеме кірсе де гардеробқа кірмеу керек, гардеробтың ары қарай тағы скрытый есік бар. Ну, кішкентай көп адам керек емес, приватный бөлме, который мен жұмыстарымды істейтін, ойланатын, даже бала-шаға да мешать етпейді да бір шетінен, кәдімгідей. Сол қатты қуантып тұр. Вот, сондай бөлме болатын болды, ар жағында. Оны қазір көрсетеміз артқа, сыртқа шығып. Есіктің бәрі до потолка. Полный. Менің есіктен де студенттерім бар еді. Құдай қаласа сол. Есігіңізді мен істеп берейін, мебеліңізді мен істеп берейін, деп мен студентім шығып жатыр, Наби деген. Наби деген мен студентім премиум сегментте жұмыс жасайды мебелдермен. Есікті де сұмдық істейді, мен студентім Астанада цехы бар. Сол да есік істеп берем деп жатыр енді, деп жатқан. Ну, сендер де жазыңдар, если там не болатын болса, можете там сөйлесеміз. Жұмыс жасаймыз в целом. Кеттік не қарай. Террасаны көрейікші. Террасаны біз дым көрістамадық кеше инстаграмда видеода ше, өйткені енді кішкентай видео болып қалды. Ал терраса, вай, даланың жылысын-ай. Қарашы мін террасаны. Ребята, терраса. Қанша квадрат метр на терраса? 100 бар, примерно. Прикиньте, ребят, 100 квадрат метр терраса деген. Ойлаш? Ойлап көрші, елестетші. 100 квадрат метр терраса деген. Ой! Екі үй ғой, кәдімгі екі үй да, мысалы. Бұл терраса, бұл квадрат метрге кірмейді да, үйдің квадрат метріне кірмейді. Есептелмейді бұл вообще. Прикиньте, үйдің квадрат метрі өзі, мысалы, жаңа айтып отыр ғой, 320-дай болатын болса, ютубыда нені қоспағанда, артын қоспағанда. Артын қосса қанша болады? Примерно. 20-25 бір 50 квадрат қосып. Сонда 375, иә? Ойлаш, 375-380 квадрат метр үйдің, ютуна террасасы бөлік. Бұл вообще есептелмейді. Терраса 100 квадрат метр. Прикиньте. Сонда, ё-моё. Имен... Иә, сол үшін ғой мен 200 миллион деп айтқаным. Өйткені минимальный айттым мен қайта. Артында қосатыным бар, бағанағы перилаларым бар, терезелерім бар. Соларды қостым да шын. Сонымен айттым. А так негізі өз бағасы 180 жобаласы соған. А так, ребята, 200-ден де қымбат негізі өз несі ше. Ал ремонтқа көріп атсыңдар ғой. На террасаға білмейміз, не істейтініміз білмей атырмыз, кстати. Пока ойланып атырмыз. Ойланып атырмыз. На жерге кәдімде адам қонақ күтуге болады кәдімгі, қанша адам білейін. На жерге, ребят, 100 квадрат метр, на жерге ше 50-60 адам әшейін қонақ күтесін. На жерге бет стол жайып ше жалпы. Бірақ енді идея жоқ, кеше папа айтып жатыр, не дейді, сат стик дейді, бір нәрсе стик дейді. В общем, көрсіңдерші, кімде вариант бар, кімде қандай идея бар, айтып көріңдер. Может, если понравится, жасаймыз соны. И кімнің идеясы ұнап қалса, сыйлығын беруге дайынмын. Реально сол идеяны қолдансақ егер өмірде. Мынау дала, мына жерге негізінде бүйтіп қоятын болсаң, 4 машина сят. Біз енді андай қылайын деп отырық бұл жерде. Навес істеу керек екенбіз ғой біз. Вот. Навесті ойланып отырық примерно, қалай істейтінімізді көріп отырық, иә? Навес бұйырса, біз алдында талқылаған кезде осы аяқпен шығады деп едік қой. Иә. Үсті стекло болады. Иә, осындай бір идеялар болып тұр, көреміз. Ана дизайнмен шығарып көреміз, егер бізге ұнаса сөйтіп істейтін боламыз. Но оның өзі жалпы навестің өзі қанша теңге болады примерно? Нормально шығады. Нормально деген, анандай навес. 3-4 миллион, еще стеклосын мен бағасын пока айта алмаймын. 4-5-6 миллион. Ребята, әшейін навестің өзі. Прикинь, 5 миллиондай деп навестің өзі. Әшейін. На жерде баня қоямыз деп тұр, иә? На жерге салатын болсақ қанша болады? Салатын болсақ, сол 5 миллион. Баняға, иә? Ішімен, ішкі ремонтымен, сыртын осыған келтіргенмен, иә. На жерде бассейн, иә? Иә. Ну, бассейннің өзі расходы қанша болып тұр примерно? Под ключ. Енді бір 12 миллионға шығады полностью. Фасадымен, подсветкасымен, ішіне тұратын фильтр, оборудование системасымен. Вот прикиньте, сондай. В общем, әшейін навес, баня, бассейннің өзі 20 болды ғой примерно. 20-дан асып кетті даже. Даже әшейін. Вот, наверное, бәрінде газон болады, оны өздері істеп беру керек қой бізге, иә? Газон подундарын өздері істеп береді, ребята. Сол үшін бізге кеше газон компания жазған еді. Газон бізге ояқтан керек емес, бірақ бізге ояқтан андай не керек. Иә, сосын андай не қойып береміз деді ау, демандай ше. Шетіне, балконның шетіне қоятын ше, қорғайтын. Не дедің жаңа сен соны? Перила? Иә, қорғап тұратын. Сондайды да жазып атқан. Вот, и, ребят, на жер
газон, летник, мына жердің бәрінде андай не болады, там летник қой, отырамыз, шай ішеміз, осындай деген сияқты. Мына бетте қырғын орын бар негізі. Ана жақта, ребята, не болады, барбекю зона. И мына жерде біз терезе қойылады, Терезе қойылады, өте қызықты система қойылады, гармошка. Полный стена алынғандай болады ғой. Сонда мынау кухня болады ғой. Кухнядан сразу далаға шығатын андай не болмайды да, жарық болмайды да. Вот. Сондай нәрсе істене отырық, ребята. Типа, сонда жазды күні мысалы біз былай кеш ашып қоямыз, и полный летник болып кетеді. Мынау как беседка сияқты болып болады. Иә, мынау летник болып кетеді да. Ал қысқа қарай біз оны жауып қоямыз, гармошканы, и мына жер жып-жылы болып тұра береді. Жып-жылы біз бұны кәдімгі кухняға қолданамыз да. Сонда біз бұны тек қана жазда қолданбаймыз, екі мезгілде де қолдану үшін осындай гармошка қойдырайын деп жатырық. Сосын ең қызығы, мына жақта 40 квадрат полный пространство тек қана кухняда бұл. Иә, бұл тек қана кухня болып тұр, 40 квадрат метр. Қасапшы бөлме болады, иә. Кір бөлме болады. Иә, прачечный қыламыз, қасапшы бөлме болады. И арғы бетін қазір көрсетеміз, қазір айтамыз. Мына гармошканың өзі қанша расход болады жобамен ойыңызша? Оны енді айта алмаймын. Бірақ бізде дәл осындай проект бар екенін білесіз. Ол кезде бізге осы екі терезені 7 миллионға саналады. Вот, примерно сондай деп жатыр. Ребята, кімде сондай таныстар, достар болатын болса, обращайтесь, жұмыс жасауға дайынбыз, бізге жаңа гармошка, терезелер керек, терезе. Вот. Сосын бізге, кстати, электрика керек, иә? Электрика болатын болса, сосын одан кейін не еді? Сантехника. Ода любой материал қандай бар? Иә, материалдар болатын болса, иә, любой ертең мебельға дейін, жаңағыдай неге, мебельға дейін, иә? Сол мебельға дейін. И осының жоғары қарай екі этаж қосамыз деп шешіп отырық қой, Құдай қаласа. Жоғары қарай екі этаж қосамыз. Сол кезде екінші этаж менің бөлмем болады, полный, иә? Ал мына бетін, ребята, андай не істейміз ғой? Персоналдарға, Құдай қаласа, бір немесе екі персоналға арналған бөлме істеп береміз, неха. Отдельный входпен жасай аламыз, иә? Отдельный входпен жасаймыз, Құдай қаласа. Вот и прачечный бөлме қосамыз. Чтоб киімдер, ана кірлер бәрі жиналып тұрмайды да, андай не деші, ұнамайды маған ше, ол нәрсе, типа, қазір сондай ғой енді, кішкентай болғаннан кейін, и атак кірлердің бәрі прачечныйға барып, прачечныйдан тазаланып, қайттан келіп, орындарына жайылып, тұрған жақсы деп ойлаймын. Вот, осындай примерно, на жердің өзінде қанша квадрат метр болады, сонда общий? 50 болады. 50 квадрат метр қостырайын деп тұр. Оның өзі тоже 10 миллионның, аяқ-пияғы минимум 10 миллион болады ол. 10-15 миллионның әңгімесі ол да, короче. Сомен... Былай бес болып тұр ғой. Не, сомен есептей берсеңдерші, в общем, кетейін деп атқан ақшаны. Сонда, в общем, қанша миллионмен нам бәрін бітіре аламыз, Құдай қаласа. Қалай ойлайсың? Көреміз. Мен ойымша, баня, бассейн бәрін алатын болсақ, мына жерді қосатын болсақ. Осы. Мұнда бір үлкен фактор бар да, қандай материал аламыз. Бірақ алдында Қанат ағамен сізбен талқылаған кезде арзан материал алайын деп жатқан жоқпыз біз. Черновойдың өзін қымбат материалмен бастап жатырмыз, иә? Жаңағы сіз көп технический моменттерді білмейсіз да, бірақ мынаяқта мысалы бізде перерасход болып жатыр негізі. Біз мысалы стенаны обычный, в среднем адамдар бір слой гипсокартонмен шығып кетсе, біз сізге екі жағына екі слойдан, бір слой ағаш, бір слой гипсокартонмен істеп жатырмыз да, сонымен 4 слой болып кетіп жатыр да сізде. Чтоб шумоизоляция, стена қатты болсын деп, основательно, черновойынан бастап основательно келе жатырмыз. Менің ойымша, ертең чистовойға келген кезде бізді экономдамаймыз. Біз жақсы материал аламыз, сондықтан мынаяқта арзан материалмен де шығып кетуге болады, бірақ біз оны жасамаймыз деп ойлаймын. Қымбат материалмен жасаймыз деп ойлаймын. Сол үшін кішкене қымбат шығады дейсің ғой. Вот сол үшін айтқан видеода 100-150 миллионға ремонт істеймін десем, андай біреулер сенбейді, біреулер бүйтіп қарайды да. А так, ребята, кәдімгідей ғой, қарасаңдаршы, әшейін біз ауызбен бүйтіп айтып шыққан ақшалардың өзі 30-40 миллионды құрап тұр. Не считая мебель, есік, песік, ёптыгідек. В общем, сондай көреміз енді. Алла қаласа биыл бітіріп кірсек, шүкір дейін деп тұрмыз. Вот, примерно осындай халқым айналайын. Мына жер ғой міне, жаңа барбекю зона, короче, последний. Мына жер ғой, барбекю зона? Осы жер барбекю зона. В общем, осындай халқым.
ақшасын есептесең ремонттың настроениең кетеді екен. Енді Құдай қаласа айтады ғой, Аллах тағала әйтеуір үй алғысы келгендерге, үйленгісі келгендерге, үйіне ремонт жасағандарға көмектеседі деп. Амалда болсын, Аллах тағаласа бітіреміз деп ойлап отырмын. Просто реально нормальный сумма кетейін деп отыр. Ойланып қарасам, просто вагонда тұрғам 10 жыл, кішкентай. И қазір енді осындай виллада тұрайын деп отырмын да. Күшті, по идее, бір история, бір күшті бір нәрсе. Сондықтан да бір өзім арманым, мақсатым болған осындай жерде тұрсам, осындай нәрсе бір әке-шешеме сыйласам деген. Вот. Аллаға шүкір, соны алып жетіп енді осыны жасайын деп жатырмыз ремонтын. Балалармен полный. Осы жылы бітіріп қаламыз деген ниеттеміз, Құдай қаласа. Бағана айттым ғой видеоның басында. Просто ақша жоқ, барында алғым келген нәрсе ғой енді. Цель ғой енді Алматыға келгеннен кейін. Алматыға келген кезде әңгіме бар ғой. Алматыға келгендер қайтып кетеді көбінесе. Сөйтеді де айтады: ойбай, жақсы екен, Шымкентімізге жетпейді екен іс жер өзімізге жетпейді. Алматы деп кетеді. А мен типа өзіме қатты айтып қойдым да сөз, что Алматыға келем да, и мен Алматыда там буду качать деген сияқты. Буду Алматыда сондай бір вилла алам, даже Шымкентте емес, Алматыда деп. И келіп, получилось, соны алған кезде ақшам болмады да, бағана сол әңгімеге келіп жатырмын ғой. И 14 миллион теңгені машинаны сатып бердім, и кетті ары қарай. Ай сайын 20 миллионнан беру керек. Кемі 15 беру керек, 20 беру керек. Ай сайын 20 миллион беріп тұру керексің. Сен мен өзімнің расходым 5-6 миллион ай сайын қыда. Әшін өзімнің расходым отбасымның. Одан бөлек сен 20 миллионнан. И пахать да пахать. Қалай көмектесіп әйтеуір наличка полный. Алдық. Енді ремонты. Сол үшін халқым примерно осында ертең ремонттан кейін қалай болатынын көресіңдер, қызық болады, күшті болады, көресіңдер. Неге? Даже представить себе не можете, ребята, андай. Представить ете алмайсың мұндай кезде ше. Ертең дизайны шықсын, содан кейін көре бастайсыңдар. Ал біткен кезде вообще әдемі болады ол нәрсе, Құдай қаласа. Бұл вилла ше, кәдімгі вилла өзінің өрнегін алады ғой. Көрнегін алады. Осыған бір атсалысып көмектесеміз. Там давай сотрудничать етейік, жұмыс істейік дегендер болатын болса, ашықпыз, қайталап айтамын всегда. Просто пишите. Мен ассистентім бар, мен көмекшілерім бар. Сендермен связьға шығады. Егер шынымен жақсы қызықты ұсыныс болатын болса, почему бы осындай бір блогтарда сіздерді айтпасқа? Неге сіздерді осындай бір блогтарымда, ютубымда, инстаграмда сіздерді транслит етпеске? Сіздердің өнімдеріңізді, услугаларыңызды бәрін неге халыққа көрсетпеске? Бәрін көрсетуге дайынбыз в целом. Сондай.